dostlar, mening atim Altınbek Aysundet. Aysultan екі бала оқшасының тәрбиешісімін. Жасым 5-те. Жетекшім Бибігүл Дауылбайқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Білесіз бе апай, мен көктем мезгілін өте жақсы көремін. Көктем мезгілінде жаңбыр көп жауады, бұлттанып күн шыққанда кемел қосақ шығады. Жарайсың, маған да Айсұндет көктем мезгілі өте қатты ұнайды, кемпір қосақ та маған ұнайды. Мен осы стаканмен сіздерге кемпір қосақ жасап көрсетемін. Маған керек заттар стакан, су, құмшетке, бояғыш және спирит. Айсұндет, айта қойшы, сен тұрған стакандарға қанша мөлшерде құмшекер салдың? Маған 1 қасық, маған 2 қасық, маған 3 қасық, маған 4 қасық. Суымыз тығыздығы арта түседі. Әр стаканға көп қанша мөлшерде шекер салған сайын, сонша тығыздығы артады. Кәнекей, ары қарай көрсете ғой. Айсұндет, бірінші стаканға қандай түсіп салғың деп жатыр? Қызыл. Кәнекей, сала ғой. Екінші стаканға қандай түс салғың деп жатыр? Сары. Үшінші стаканға қандай бояқ салғың деп жатыр? Жасыл. Жасыл түс сала ғой. Тағы да ала ғой. Келесі қандай түсті алғың деп жатыр? Көк. Көк түс ала ғой. Кемпір қосақтың түстері әртүрлі болады, е? Иә. Кәнекей, енді қандай түсті алғың деп жатыр? Күлгін. Күлгін түсті ала ғой. Жарайсың. Өте керемет түстер, е? Иә. Енді Айсұндет, біз мынау стаканға түстерді шығару үшін ненің көмегін пайдаланамыз? Спирит. Иә, кәні ала ғой шприцтің көмегімен. Иә. Сары түсті ала ғой, е? Иә. Мен енді Айсұндетке осы сары түсті стаканның түбінен жаймен жіберіп көмектесіп берейін, е? Жарайсың. Енді қандай түсті аламыз? Жасыл. Жасыл түсті ала ғой, е? Енді қандай түсті аламыз? Көк. Көк түсті ала ғой. Мінекей, енді қандай түсті аламыз? Күлгін. Күлгін түсті ала ғой. Кәнекей, не шықты? Кемпір қосақ. Кәні, қолыңа ұстап, көрсете қойшы мына жаққа. Бізді стаканға дайындаған кемпір қосақ. Кемпір қосағымыз дайын болды, е? Кемпір қосағымыз дайын болды. Біздің
Айсүндет баламыздың сіздерге арнап дайындаған кемпір қосағы қандай әдемі, керемет шықты. Бізді көңіл қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Жасап көріңіздер.